Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін сыпырып жүріп, мейіз тауып алыпты. Содан ол мысығын шақырыпты. Мысығы келмепті. Келмесең қой деп мейізді мақта қыз жеп қойыпты. Содан бір кезде мысығы келіп, неге шақырдың депті. Айтпайым депті. Айтпасаң қой депті мысық. Мақта қызға айтады, мен сенің сүтін төгемін. Ал мақта қыз айтады, мен сенің құйрығыңды кесіп тастаймын. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп тастайды. Ал мысық мақта қыздың сүтін төгеді. Ал мысық жылайды. Апа, сен менің сүтін құйрығын берші. Ал мақта қыз айтады, сен менің сүтімді төле. Мысық түйеге барды. Сүйел, берші маған қатық. Сүйел айтты, сен маған жапырақ бер. Сосын ағашқа барды. Ағаш, берші маған жапырақ, сен маған су бер. Сосын суға қыздарға барды. Қыздар, маған су берші. Сен маған сағыз берші. Мысық келе жатыр дүкенге. Дүкенші, сен маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа берші. Мысық келе жатыр тауыққа. Тауық, сен маған жұмыртқа берші. Сен маған жем әкел. Мысық келе жатыр тышқанға. Тышқан, сен маған жем бересің. Тышқан қорқынған. Үйге барады, алады жем. Мысыққа барады, мысыққа жем береді. Тышқан береді мысыққа, тара барады. Тауыққа тауық береді, шомырқа береді. Дүкеншіге береді, сағыз апарады. Қыздар береді, су апарады. Ағашқа, ағаш береді, жапырақ береді. Сиырға сиыр береді, сүт апарады. Мақта қыз құйрығын береді.